Қайырлы күн, қадірменді көрермен. Біз татулық әлеуметтік жобасы аясында хабарларымызды жалғастырамыз. Осы хабарымызды бастамас бұрын мен Қазақстан Республикасы Мәдениет және Ақпарат Министрлігінің бір маңызды хабарламасын жариялағым келіп отыр. Мәдениет және Ақпарат Министрлігі Қазақстанда әйелдерге зорлық-зомбылық көрсетуге қарсы республикалық ақпараттық науқан бастады. Бұл науқан некеге мәжбүрлеу, сталкинг және әйелдерге қатысты зорлық-зомбылыққа төзбеу қағидатын қалыптастыруға және азаматтардың құқықтық сауаттылығын жетілдіруге бағытталған. Осы ақпараттық науқан аясында құрмет деп аталатын құрмет тақырыбында арнайы челлендж жариялады. Осы науқан аясында отбасы институтын нығайту, отбасы құндылықтарын дәріптеу, әйелдерге, қыз балаларға қатысты зорлық-зомбылықтардың алдын алуға байланысты, азаматтарымыз құқықтың сауаттылығын жетілдіруге байланысты әртүрлі форматтағы іс-шаралар өткізу, оның ішінде сұхбаттар, подкасттар, тренингтер, психологтармен, полиция, заң қызметкерлерімен кездесулерді ұйымдастырып, сол материалдарды әлеуметтік желілерде кеңінен тарату көзделіп отыр. Осыған орай біз бүгін өзіміздің подкастқа елімізге танымал қоғам қайраткері, Қазақстанның тұңғыш еңбек ері, отан және алтын жұлдыз ордендерінің иегері, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, Алматы қаласының және Жамбыл облысының құрметті азаматы, ардақты ұстаз Миразова Аягүл Төреқызын шақырдық. Аягүл Төреевна, біздің шақыруымызды қабыл алып, уақытыңызды бөліп келгеніңізге үлкен алғысымызды, ризашылығымызды білдіреміз. Қош келіпсіз. Аягүл Төреевна, енді сіз ұстаздық қызметіңіз, ел алдындағы қоғамдық қайраткерлік қызметіңізді елдің жұрттың бәрі біледі. Енді әлеуметтік ортадағы қоғамда болып жатқан кез келген әртүрлі құбылыстарға бейжай қарамай өзіңіздің пікіріңізді білдіріп отырасыз. Қазір міне еліміздің конституциясының жаңа жобасы әзірленіп талқыланып жатыр. Осы жоба аясында және өзіңіз ұлттық құндылықтар академиясының мүшесісіз. Осы құндылықтар, оның ішінде отбасы құндылығы, оның отбасындағы бала тәрбиесі мәселелері сіздің үнемі назарыңызда. Білім беру, тәрбие беру. Осыған орай, өкінішке орай деп айтайық, соңғы кезде бұрында бар шығар, отбасы институтының әлсіреуі, отбасының ажырасу мәселелері, бала тәрбиесіне жеткілікті көңіл бөлмеу деген сияқты құбылыстар орын алып отырған жасырын емес. Бұның өзі балалардың тағдырына, әйелдердің тағдырына, жалпы біздің қоғамдық әлеуметтік мәдени деңгейімізге кері ықпалын тигізіп жатқан мәселелердің бірі. Осы мәселе сізді де толғандыратын болар. Осының себептері, салдарлары, алдын алу шаралары бойынша өзіңіз бір ой пікір бөліссеңіз. Рахмет. Енді жалпы қазіргі ата заңымызға байланысты өзгерістер енгізіліп жатыр. Толығырақ ол ары қарай жалғасын табады деп ойлаймын. Себебі сол ата заңымызға сүйене отырып, өзіміздің білім заңымыз ол толықтырылу керек. Әрине, барынша айтамыз ғой енді, отбасында шуақ болмай, елде қуат болмай дегендігін. Бірақ бала тәрбиесінде отбасының қуаттылығымен бірге, шуақтылығымен бірге ортаның да әсері өте қатты болып жатыр. Дей тұрғанменен отбасындағы тәрбиенің олқылығы, ол мына отбасының тұтас еместігінде үлкен әсері бар. Бекер айтпаған ғой, бір әкенің берген тәрбиесін 100 мектеп бере алмайды дейді. Бұлай қарасаңыз, менің алғаш соны естіген таң қалып қалдым. 100 мектеп бере алмайды. Өте дұрыс. Әкенің орны, ананың орны, ол әрқайсысына өзі Алланың бөліп қойған міндеттері бар. Біз адал азамат, мынау еңбек сүйгіштік,
айналасына мына таза Қазақстанын сақтау, отан сүйгіштік қасиеттерді балалардың бойына сіңіруіміз керек деп айтудан аз айтылып атқан жоқ. Бірақ соның бәрі бала өмірдің есігін ашқаннан бастап, ол ананың ақ сүтімен, ата-ананың шуақты мейірін шапағатымен, сол кісілердің жай сөз жүзінде емес, іс жүзінде өздерінің іс-қимылдарымен, қарым-қатынастарымен, туысқанмен, туғанмен, бауырмен, қызметтестермен, қоршаған ортамен соны көріп өскен балада әрине өзіне өз бойына сіңіретін тәлім тәрбиесі болады. Қазір осы жағынан олқылық бар. Біз енді шектеп мен айта алмаймын, тек қана отбасынан келіп жатыр дегенді. Тәрбие жан жақты келіп жатыр. Мына біз ерік беріп тастадық, қолдарындағы көріп отырған мына түрлі ақпараттардан пайдадан гөрі зиянды көп алып жатыр. Біз неге қорқатынымызды білмеймін. Көптеген мемлекеттер, тіпті өзіміздің көрші мемлекеттер балаларды осы жағынан шектеген заңдары бар. Біз міне әлі күнге дейін ең болмаса сабақ кезінде бала осы қолдарындағы құралды пайдаланбасын дегенді әлі соған 100% жете алмай жатырмыз. Мына ақылы мектептер оны іске асырып жатыр көбісі. Ал бәрі деп айта алмаймын. Ал мына мемлекеттік мектептер әлі де соны сабақ кезінде баланың қолында болмасын, оның ниеті де бар зердесі тек сабаққа ғана ауатын болсын дегенді әлі ата-анамыз болсын, басқа азаматтар болсын, сөзсіз ол дұрыс емес дегенді алға тартып, соныменен соған шектеу қоя алмай келе жатырмыз. Ал енді қанша көп айтып жатыр. Осы балалардың психикасы, бұрын бала деген үлкен айтсын, кіші айтсын, оның істеген қылығына, кейбір дұрыс емес әрекетіне ескерту айтқан кезде кешірім сұрап, екінші рет қайталамауға тырысатын. Енді мен 50 жыл мұғалім болған адаммын, соның 25 жылын мектептің басшысы болдым. Осы әлгі айта алмайсыз ғой, түгел балалардың бәрі бір жіптен шыққандай биязы, әртүрлі балалар болады, балалығы болады, шалалығы болады. Бірақ сол кезде қалайда дұрыс, әділ жаңағы ескерту айтсаңыз, сізді түсініп, кешірім сұрап, екінші рет қайталамауға уәде етіп жататын еді. Қазіргі таңда мектептерде, енді мен ұстаздардан, мектептің басшыларымен көп араласам, сонда ол кісілердің айтатыны, ойбой, қазір ескерту айтсаңыз, кінәлі болып тұрса да сізді кінәлайды, және қорқамыз айтуға. Өйткені балалардың психикасы басқа. Барлық нәрсені сондай қарсы қабылдайды дейді. Бұл әрине, бұл үлкен қасірет. Түрлі жағдай болып жатыр ғой. Түрлі жағдай болып жатыр. Қабырғамыз қайысады, жүрегіміз ауырады естігенде. Қалай бесіктен шықпаған бала, қалай өзіне өзі қол жұмсайтынына, қалай бір мектепте оқыған балалардың жабылып қағандары оны кино көргенде қасында тұрып, және оны анаған түсіріп тұрып, бір мақтан тұтып, тіпті өлімге дейін жеткізіп төпелеу, жаңағы тепкілеу деген, айналайын-ау, ондай қатыгездік қайдан келді, қалай келді дегеннің түбіне қатты. Бала тәрбиесі ол бір ғана отбасының тәрбиесі емес. Бала тәрбиесі бүкіл соған тиісті
қоршаған ортаның өкіметтен бастап бәріміздің міндетіміз. Менің балам, сенің балаң, оның баласы деп қарауға құқымыз жоқ. Барлығымыз үшін бұл өте қатты ойланатын, мұны қандай жолдарменен қалыпқа келтіретінімізді ата-анадан бастап мен ойлаймын, жай айтқан көп әсер ете бермейді, заңға енгізуіміз керек. Бар ғой, мына елдерде, көрші елдерде бала өмірге келгеннен аттың өзін таңдау, баланың келешегіне өзіне лайықты атты таңдаудан бастап міндеттерін кәдімгі таңба басқандай жазып қойған. Ары қарай мектепке дейін оған қандай тәрбие беру керек. Мектепке барғандағы ата-ананың міндеті дегенді кәдімгідей осы әдемілеп тәпіштеп жазып қойған. Мектепке барғаннан кейінгі ата-ананың міндеті, одан кейінгі 20-ға келгенше ата-ананың міндеті, мемлекеттің міндеті, барлығы құқығын қорғай отырып, баланың келешегіне нұсқан келмейтіндей, білім алатындай, тәрбиелі болатындай, өзің ғана сыйлап емес, өзгені сыйлап үйретуге, құрметтеп үйретуге бағытталған тамаша заңдар бар. Бізге де сол заң керек. Түрлі елдерге барып келіп жатыр ғой, міне жіберіп жатыр, ұстаздарды да жіберіп жатыр, басшыларды да жіберіп жатыр, мынау қыруар қаржыларды төлеп, онда барып жай ғана ел көріп, жер көріп келсін деп атқан жоқ, солардың жақсы дүниелесін көріп келсін деген. Енді мен өзім көп жерді де болған жоқпын, сол бір-екі елді айтқым келеді. Мына Корея мен Японияда мысалға, басқа жерде де солай екен. Енді мынау барып келгендердің айтысына қарағанда, біріншіден өздерінің тілін 5 саусақ біледі, ұлттық құндылықтарына негізделген. Міне ең түкпір, ең керемет дүние, тамыр, ол ұлттық құндылыққа негіздеуіміз керек. Білімді де, тәрбиені де, барлығында. Мына бірін жақсы көруге біз балаларды бағыттауымыз керек. Біздің тәрбиеміздің ең негізгісі балаларды бір-бірін сыйлауға, бір-бірін құрметтеуге, міне осыған көбірек көңіл бөлуіміз керек. Мынау нағып әлгі әл көрсету, өзің керемет санау. Буллинг деп жатырмыз ғой. Неше түрлі терминдер келіп жатыр ғой. Енді қараңыз, бұрында байдың да, енді бай болмаса да, айту барымен ата-анасының тапқанына баланың ешқандай несі жоқ қой. Қарапайым отбасылар, қандай отбасының баласы болмасын, өзімізде оқыдық қой, мектепте түрлі жағдайдағы жанұяның балалары, қыздары бірге оқыдық. Ұлдардың бүйтіп бізді түртпейтін де, қыздарменен, ұлдарменен бір-бірімізді балағаттау, нашар нәрселерді көп пайдалану деген нәрсе болған жоқ. Ал ұстаздардың айтқаны, ата-анамыздың айтқаны деген бізге заң болатын. Әкенің орны, әке тәрбиесі деген жаңа айттым ғой, 100 мектеп бере алмайды дегенді. Әке майда шүйдеге емес, ол мынау азамат болуға, еңбекқор болуға, содан кейін мына төзімді болуға, мықты азамат болуға, әсіресе ұл балаларға әкенің тәрбиесі қай кезде де мұқтаж балалар әкенің тәрбиесіне. Ал ана деген, ол тумысынан Алланың өзі солай жаратқан. Ананың мейір шапаты, ананың жылы ыстық алақаны, оның барлық уақытта баланың жағдайына жаңағы жан-жақты жағдай жасауға барынша дағдыланғандығы, бұл ана тәрбиесін ешкім алып тастай алмайды. Біздің аналарымыз да
кейде енді ұстазбыз ғой, енді неше түрлі ата-аналарды көріп келдім. Сонда кейбір аналар, әсіресе соңғы кездегі біздің жас аналар ойлайды, егер баламның киімі көк болса, тамағы тоқ болса, шетелдерге апарып жатырмын, мені қыдыртып жатырмын, келіп жатырмын, бұған басқа қандай мен тәрбие беруім керек деп. Жоқ, оның барлығы бұл керек шығар, бірақ та негізгі емес. Негізгі дүние тәрбие. Ата-ананың бірге болуы, әкені сыйлатуы, ананы сыйлатуы, үлкенді кішіге ізетті үйретуі, біреудің жақсы жағын көре алуы, соған жақсы баға бере алуы, нашар сөздерді пайдаланбауы. Қазір тағы бір айтайыншы осы мына не арқылы. Мен көп естимін, қазір балалар дейді, бір-бірімен бұрын ондайды білмейтін едім. Балалар қазір өте нашар сөздерді көп байланып сөйлеседі дейді. Ол жақсылық емес қой, ол қатыгездік қайдан келеді? Қыз балалардың өзі боғауыз сөз, бұлапыт сөзді қалай осылай айтып жүреді? Ойбай, енді қыз балалар жағын айтқанда, ол 40 үйден емес, 40 үйден де тыйым болмай қалды ғой, 40 үй тұрмақ. Оны біздің бір жаман жеріміз, өте еліктегіш халықпыз. Еліктегіш болғанда біз сияқты еліктегіш жоқ шығар. Өзіміз қай жақтық екенімізді білмей қалдық. Батыспыз ба, шығыспыз ба, басқамыз ба. Әйтеуір елдің қаңсығын таңсық қылып бойымызға жұққызып жатырмыз. Міне қазір кейде енді тәрбие берген кезде аналардың өзі психологтарға жүгінеді. Сол кезде әлгі өзіңді бүйтпе, сөйтпе, өзіңнің жағдайыңды ойла, өзіңе жағдай жаса, өзіңнің қамыңды жаса дегенді естігенде қарным ашып қалады. Сонда бір жалған психологтар көбейіп кетті. Коучтар дейді, тренингтер. Өмір болғаннан кейін өмірдің бәрі майдай болуы мүмкін емес. Ол әр адамды Алла әртүрлі қылып жаратқан. Кемшілігің де болады, жетістігің де болады. Кімнің жетістігі көбірек, жақсы қасиеті, оның онша-мұнша кемшілігі көрінбей тұрады. Ал екіншінің керісінше болған кезде әрине ол өте дұрыс емес. Сондықтан бір-бірін түсіне білуге, бір-бірін сыйлай білуге, әсіресе қыз балалар кішкене насырға шапқызбай, ана қарым-қатынасты тоса тұруға, содан кейін барып түсіндіруге, шыдамдылық деген жоқ. Қазіргі жастарда шыдамдылық жоқ. Сабыр, шыдамдылық, әдептілік, инабаттылық деген сөздер. Мінекей, осының кесірі өсіп келеткен ұрпаққа әрине тиіп жатыр. Бірақ бұны мемлекет болып қатты ойлануымыз керек. Өйткені асқынып бара жатыр. Мына жаман нәрселерді пайдалану, шек қоймай жатыр. Бұны білмейсің, үйіңдегі балаңа бір дұрыс тәрбие беріп жатырмын деп ойлайсың, ал бірақ шыққан кезде кімнің ықпалына түсіп кете жатқанын білмей қалып жатқандар да бар. Мен 100% ата-аналарды кінәлай алмаймын. Не бір жақсы жанұяның өзінен келеңсіз дүниенің шығып қалғандарын көзімізбен көріп жүрміз. Міне, яғни ортаның әсері қатты болып тұр деген сөз. Сондықтан да мемлекет осы тарапынан мектептің де атқаратын әсері өте үлкен. Ата-анадан кейінгі тәрбие жалғасады мектепте. Ұстаздарымызға енді көп айтамыз, екі-ақ нәрсеге жауап береді, ұстаз екі-ақ нәрсеге жауап береді деп. Мен айтар едім, ұстаз өмір бойы бала табалдырықтан аттап кірді ма мектепке, сол жердегі баланың жүріс тұрысына да, оның білімге деген құштарлығына да, оның көңіл күйінің болып болмай отырғанына да, соның барлығына жіті көзбен қарап,
соған бір жол тауып, соның себебін анықтап, соған өзінің қандай көмегі бар, соны әсер етуге дайын тұру керек. Ұстаздарға да айналайын айтар едім, бірінші баланың амандығы, саулығы, содан кейін барып білім. Міне, тәрбие бар жерде білім де болады, ілім де болады, елін де жақсы көретін болады, жерін де жақсы көретін болады. Барлығы тәрбие, тәлімге байланысты. Жақсы, Айгүл Төрен, көп рахмет. Ой пікіріңіз өте маңызды, құнды. Жаңа мынау қазір енді мемлекеттік деңгейде осы мәдениет және ақпарат министрлігінің өзінің өткізіп отқан ақпараттық науқаны, челленджі дейміз, құрмет деп аталады. Осы құрмет деген сөзді жаңа бірнеше бір түйінді сөз есебінде атап өттіңіз. Кішкентай мынау балабақшадан бастап балалар бір-біріне құрмет көрсету, үлкенге құрмет көрсету, ұстазға, ата-анасына құрмет көрсету, жүрген жерін бәріне құрмет көрсету, осыған тәрбиелеуіміз керек қой. Сондықтан осы ақпарат науқанының өзінің өткізіліп отқаны соған бағытталып жатыр. Енді жаңа айтып отырсыз, мына сыртқы ортаның әсері, мына медиа алаңдардың, мынау біздің бүгінгі хабарымыздың өзі, осы сіздің осы айтып жатқан сөзіңіздің барлығын барлық әлеуметтік желіге таратып, елге осы ықпал ету, олардың ортасына ықпал ету, мәдениетіне ықпал ету, сол мақсатта өткізіліп отырмыз. Енді жаңа айтып өттіңіз, бір жағынан тәрбие, құндылық мәселелері, енді заң аясын күшейту мәселелер қолға алынып жатыр. Мемлекет басшысының өзі өткенде осы әртүрлі заңнамалық құқықтық актілерге арнайы өзгерістер енгізіліп, осы зорлық зомбылықтың алдын алу, буллинг дейміз, харассмент дейміз, енді мынау жаңағы сталкинг деген нәрселер бұрын естімеген қарап отырсаңыз, шын мәнінде солардың бәрі бір көмескі назардан тыс қалып келген екен, сол күшейтіліп отыр. Осы тұрғыда алғанда сіздің бұрында бір айтқаныңыз естіген, мынау көрші Тәжікстан Республикасында арнайы заң бар деп жаңа айтып өттіңіз ғой. Сонда шынында да керемет. Біздің Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерін мен де қарадым. Сол кезде жаңағыдай бір жүйелі түрде бір құжаттың айналасында соның барлығы көрсетілген бір акт бізде жоқ екен. Шашырап жатқан, ол кім? Әр заңды ақтарып қарап отырады. 5 түрлі заңда мен көрдім, ата-аналардың құқығы, жаңағы балалардың жауапкершілігі деген нәрселер шашырап отыр. Сондықтан мен ойлаймын, ол ата-аналар кодексі бола ма, бір сондай құжат жасалу керек сияқты да, ол барлық ата-аналарға таратылып, көрсетіліп, жаңағы жауапкершіліктері, міндеті мен құқығы көрсетіліп, ол әр мектептің қабырғасында ілулі тұру керек емес пе? Әр тәрбие сағатында соның, яғни біз заңға бағыну, соны білу, құқықтық сауаттылық деп отырғанымыз сол, осы жағына біз назар аударуымыз керек сияқты. Солай ғой, иә? Өте дұрыс айтасыз, шын мәнісінде бір ғой, қай елдікі болса да, енді сол елдің заңына біз былай ма деген болмау керек. Біз кімнен жақсы нәрсе көрсек, өзі өмір деген солай ғой. Адам қалай өседі? Өзінің ғана алған дүниесімен емес, қағанның да жақсы дүниені көрген сайын жаманнан жиреніп, жақсыдан үйреніп дейді ғой. Сол жаманнан жиреніп, жақсыдан үйреніп, сөйтіп азамат боласың, сөйтіп еңбегің жаңа құрметке де ие болатының, құрметті де болатының, соның бәрі сол өзіңнің бойыңдағы, өзгенің бойындағы жақсы нәрсені сіңіре білгенде ғана жетесің ғой оған. Өте дұрыс айтасыз. Шын мәнісінде ол заңда тіпті бар ғой, рахаттанып оқисыз ананы. Өйткені өте лайықты. Ана ата заңымызға сүйене отырып, олар да ата заңына сүйене отырып, енді ары қарайғы ата-анаға заң, жаңағы білім заңына енгізген, жаңағы ата-ананың бала өмірге келгеннен бастап кәдімгі әдемілеп тұрып жазған ғой. Жауапкершілігін, баланың одан кейін мектепке барғандағы оның қадір қасиетін, мінезін, мысалы үшін мына мемлекеттің затын бүлдіріп қойды ма, ата-ана оған жауап береді. Жаңағы мектеп ой деп жатпайды.
бала мен бала ұстасып қалды ма? Қазір сондай дүние көп мінекей. Бала мен бала ұстасып қалса, балаларды жаңа қайсысы кемшілік жіберді, мұғалімдер жаңағының себебін тауып бір достастырып атса, енді ары қарай қайталамаңдар деп, ата-аналар бір-біріменен соғысқа шығып кететін жағдайлар болып жатыр. Бұл не? Бұл не? Ата-аналардың өзі де саябырлықпен қарау керек. Баланың аты бала, кейде балалықпен болады. Бүгін олар сол кішкене тіл таппай қалса, ертең құшақтасып жүгіріп шауып кетеді. Сол ана баланың жақсы бір қасиетін тауып, жақсы қасиетсіз адам болмайды. Баланың бәрі дарынды, оның дарынын аша алу, аша алмауға байланысты. Алла тағала талантты береді екен, бірақ талаптанбаса, оны талаптандырмаса, ана Алланың берген таланты өзінен өзі жойылып кетеді. Сондықтан баланың бір жағы, бір пәнді дұрыс білмей атқанмен, келесі басқа пәнді жақсы білуі мүмкін. Ертең ол өмірде атымен керемет азамат болуы мүмкін. Сондықтан біз өте түсіністікпен қарауымыз керек, өте кішіпейілдікпен қарауымыз керек. Біз нақтылап қоюымыз керек. Ата-ананың неге міндетті екенін, мектептің неге міндетті екенін, мемлекеттің неге міндетті екенін, мына тегін оқуға, тегін демалуға, балалардың денсаулығын сақтауға, оның бәрі нұр үстіне нұр. Ал енді тәрбиеге келгенде біз ұлттық құндылығымызға негіздей отырып, мықты заңымызбен соны орындауға, тәртіпке бағынған құл болмайды деп Бауыржан атамыз бекер айтпаған ғой. Шынында біз тәртіпке бағынатын болсақ, тәртіпті сақтайтын болсақ, дәл осылай сайрап отырмас едік. Болады ғой енді бір жарым, бірақ та дәл қазіргідей асқындап кетті. Қыздардың тәрбиесіне қарасаңыз да, ұлдың тәрбиесіне қарасаңыз да, неге екенін білмеймін, тіпті мына жүйкелері өмірді бастамай атып тозып тұр. Себеп бар ғой, өзінен өзі тозып атқан жоқ қой, себеп бар. Жақсы, Айгүл Төрайымна, енді мынау соңғы болған жағдайлар бүкіл халықты дүр сілкіндірді. Мынау Шымкенттегі Нұрай қыздың қайғылы қазасы, ол өзі көп жағдайда көп былай мәлім болмай келген нәрселер көп қой. Қыз алып қашу деген мәселе ұлттық дәстүр деп бағаланып келген екен. Қазір енді арнайы заңға өзгеріс енгізіліп, арнайы баптар енгізілді, оған құқықтық жауапкершілік заң алдындағы қылмыс есебінде бағалану. Айгүл Төрайымна, мынау Шымкент оқиғасы, Нұрай қызымыздың қайғылы қазасы, 21 жастағы, сол бүкіл халықты дүр сілкіндірді. Құрылтайда мемлекет басшысының өзі айтты, арнайы шаралар қолданылды. Осы уақытқа дейін көп жерде ол бір халықтық дәстүр, ұлттық дәстүр деп те бағаланып келген, назардан тыс қалып келген екен. Шын мәнінде біз халқымыз қызды аялап өсірген, әлпештеп өсірген, төріне отырғызған, бір қыз өссе елдің көркі, гүл өссе жердің көркі деп. Ал енді шын мәнінде жаңағы өзіңіз айтып отқан мына қатыгездік, бір сондай бір іс-әрекеттер тіптен адами қылыққа жатпайтын, сол ақыр соңында осындай да қайғылы оқиғаға әкелді. Сондықтан мына қыз тәрбиесін біраз шет жағасын айтып өттіңіз. Соны ары қарай жалғастырып осы қыздарымыздың қауіпсіздігі, қыздарымыздың құқығын қорғау мәселелері туралы өзіңіздің қандай ой алып қосарыңыз бар? Енді өте қыздарға байланысты дүние өте көп болып тұр. Ода тәрбиеге байланысты айтсақ, оның да олқылығының нәтижесі, себебі алып қашқан деген енді бір кезде қазақта болды, бірақ ол басқа заманда болды. Одан кейінгісі қыздың ата-анасы той жасап бере алмаса, енді алып қашқан сияқты болып, әлгі бара бергін деп
келісімін беріп, келісімменен барғандары болды. иә, Енді жаңағы өзі жақсы көрсе бітті, қайтсем де осыны аламын да кетемін деп түрлі әрекет жасап, қыздың қаламағанына қарамаған деген бұл енді дұрыс емес, өте дұрыс емес. жабайылық қой енді. Мына заманда осындай дәрежеде еліміз егеменді ел, тәуелсіз ел, еркін өсіп жатқан бала шаға, енді ондай мен жақсы көрдім екен деп өзі айтады ғой, мына қазақта, өзің сүйгенді емес, өзіңді сүйгенді ал деп. Сол мен өзім жақсы көрді екенмін деп, ол ертең қаламаса ол да қандай жанұя болады. Қалап барып алып, міне екісінің бірі ажырасып кетіп жатыр. Әлгі жақсы көрдік біріміз сөйтіп ойбай кетіп мінекей, осындай деп барғанның өзі мынандай жағдайға түсіп жатыр. Біріне бағынғысы келмей, бірін тыңдағысы келмей. Ол өте, енді Шымкенттегі жағдай, ол өте қиын жағдай болды. Оның үстіне көрдіңіз ба? Ол қыз шағымданған екен, заңды жерлерге айтылған екен, ешқандай мен ойлаймын, ана баланың психикасында ауытқу бар деп. Ауытқу бар. Сондай жағдайға бару деген өз дәрежесінде ойлайтын адамның қолынан келмейді. Ол оның психикасында үлкен ауытқу, ауру бар ма, жоқ, бір келген бір стресстер бар ма, айту бір нәрсенің әсері болған. Ал енді соған мына ата-аналарының да қатты мән беріп, содан кейін жаңағы құқық орындарының немқұрайды қараған деген араша түспеуі, араша түспеді. Ол үлкен өкініш. Енді ата-ананың сондай кімнің болса да баласын, өмірге келген баланы жоғалту деген, өзіңнің ұрпағыңды жоғалту деген, бұл қайғының ең үлкені. Құдай өзі сақтасын деп күнде айтамыз ғой, Алланың көзі дұрыс болсын деп. Содан кейін қазір қою керек, оған қатаң тәртіпті, оны да заңға енгізу керек. Қатаң тәртіп қойып атқаны өте дұрыс деп мен бағалаймын. Ал енді қыздарымыздың өзінде тәрбиенің, міне үйде болғанда ата-анасының мығым ұстағанынан кішкене алшақтап қалаға келіп алып түрлі дүниелермен айналысатын қыздар да бар. Және шетке кетіп жоқ болып кетіп жатқан қыздар да бар. Міне қараңызшы, осы қыздың саудасы, қызға байланысты болып жатқан дүниеден құлағыңыз тұнып қалады. Осының бәріне бір шектеу қою керек. Анау жұмысқа жіберілгенде де, білмеймін, мына шетелге барсақ, мына көрші елдің қыздары, ұлдары жұмыс істеп жатады. Оларды арнайы, сол өз елдерінде арнайы ұйым бар екен, жаңағы жіберіп отыратын. Жібереді, мұнша күн істейді, содан кейін қайтарып алып келеді. Аналардың амандығына да, өйерде жүргендегі тәртіптеріне де, барлығына қадаға. Бізде де солай болу керек. Мен бармасын, жұмыс істемесін демеймін. Жұмыс бар болып тұрса, жалақысы жақсы болып, барып жұмыс істегілері кеп тұрса, біздің елімізден солай ұйымдастыратын барған балалардың қал жағдайын, анаяқтағы берген уәделерінде тұрып жатыр ма, жоқ па, дұрыс жұмыс атқарып жатыр ма, және аман есен қайтып келуіне жағдай жасалатын дүниелерді қатты іске асыру керек деп ойлаймын. Рахмет, Айгүл Төреевна. Енді соңғы сұрағымыз болсын. Сіз өзі білім саласының ардақты ұстаз, бүкіл білім мен тәрбие ылғи назарыңызда деп жаңа айттым. Кешіріңіз. Бір нәрсені қосып жіберейін бе? Мына қыздарды айттық, мына Атырау жақта болған ана баланың балталып. Айтыңызшы. Мына қараңызшы, қазір мектептің барлығында балалардың денсаулығын, амандығын сақтауға жан-жақты неше түрлі камералар кіргеннен бастап охрана қойылған.
мына охрананың жұмысын кез келген жер, кез келген компаниялардың ұтып алатынына қатты көңіл бөлу керек. Директорлердің қолында емес. Ол тендерге түседі, кім ұтып алады? Мысалы, Алматыны Атырау ұтып алуы мүмкін, немесе басқа жақтығы, басшылары сояқта отырады. Мына жаққа елдерді қойып қойды. Және сода ол тікелей мұғалім қазір баланың сумкасын ақтарып қарауға құқы жоқ. Шын мәнісінде. Пәлеге қалады, егер оның сумкасын ақтарып қарайтын болса, тексеретін болса. Міне, сол охрананың жауапкершілігіне енгізу керек. Балалардың кіргенде мейлі денесіндегі қалтасында, киімінде, немесе басқалай анау ұстаған сумка рюкзактарында артық нәрсенің болмауы сол охрананың мойнында болуы керек. Солай міндеттелу керек. Міне қазір енді біз баяғы директорды, мұғалімді кінәлап жатырмыз. Ол қаншалықты сол жерде кінәлі емес екендігін. Директор білген жұмыстан босатылды ғой. Енді ең оңай жұмыс қой, сол жұмыстан босату, кінәлау деген. Ал енді ар жағын терең үңілсеңіз, қалай ол біле алады? Ол бала қалай өтіп кетті мектепке? Соны айтсаңызшы. Мінекей, сондықтан охранада сондай жауапкершілік жоқ деген сөз. Дұрыс айтасыз. Және охранадағы адамдар, лайықты адамдар отырма. Ол көрінгендер отырма. Ана форманы киіп алып. Осыған да қатты көңіл бөлу керек деп ойлаймын. Енді ана білім мазмұнына, бұл білімде, тәрбиеде мазмұн арқылы беріледі ғой, білім мазмұны арқылы. Мынау көбіне біз Аягүл Төрейнің өзіңіз де білесіз, тәрбие деп кейбір уақытша іс-шараларды өткізіп жатамыз. Қазір тіптен мектепте өте көп болып кеткен. Әлгі мобилографтар сол түсіріліп алып, жан-жаққа есеп тапсырып, сол іс-шара өткізіп, сол басты мақсат сол сияқты. Бірақ сіз де ылғи айтып жүресіз, бұл құндылықтар, тәрбиелік қағидаттар, білім мазмұнына, оқулығымызға, оқу бағдарламаларына кірмей, ол жаңа уақытша іс-шаралар өз нәтижесін бере бермейді. Сондықтан білім мен тәрбиенің бір тұтастығы мәселесі. Оқулық арқылы, оқу бағдарламасы арқылы, оқу бағдарламалары өте ауыр болып кетті деп айтып жүргеніміз бар. Осы туралы білім мазмұнын жетілдіруге енді қазір мынау министріміз Жұлдыз Досбергенқызы жаңа қадамдар жасап жатыр ғой. Осы білім мазмұнына қатысты өзіңіз қандай ой пікір айтар едіңіз? Мынау жаңа айтып қалдыңыз ғой, бір іс-шаралар өткізеді, дереу мына неге салады? Отчет береді, әлеуметтік желіге. Әлеуметтік желіге салады. Осы мен Асқат Қанатұлының сол кісінің бірнеше рет берген сұхбатындағы осыны қою керек деген екі қолымды көтеріп қолдаймын. Оның барлығы жасандылық. Ол сол жаңағы өткізген іс-шарада балалар қандай тәрбие алды, нені үйренді, нені қойды емес, жаңағы әшекейлеу, жаңағы жаттанды айту, шоу. Мінекей, бұл біріншіден мектепке де, жаңағы ұстазға да жүк. Былай қарасаңыз. Қосымша. Үйреніп алған адамдар жылдан бір нәрсе істер. Мен ойлаймын, артық уақытын кетіру. Одан да гөрі енді айтатын дүние, мына өзі білім стандартының негізгі мазмұнына ұлттық құндылықтар академиясы болып, кішкене болса да үлесімізді қосқанбыз. Енді ол ары қалай өңделіп жатыр, қалай беріліп жатыр, енді уақыт көрсетеді. Шын мәнісінде ұлттық құндылықтарға негіздеп, отбасынан бастап баланың жаңа отанды сүю, отбасынан басталатынын, оның ары қарай жолдастарына құрмет, барлығы сол жерде өз орнын табу керек. Президентіміз белгілеп берген 6 ұлттық құндылыққа жету үшін жас ерекшелігіне қарай енді өзіңіз бас боп, сол жерде 10 құндылық мазмұндық концепт деп адамнан басталады. Адамнан бастап
ол Отбасы, құндылық, отан. сол негізгі құндылықтарға жету үшін баланың жас ерекшелігімен және оның өсуіне қарай өте әдемі берілді. Енді ары қарайғы мына бағдарлама, мына оқу бағдарламасы қанша айтып келе жатырмыз, қанша жыл болды. Мазмұн өте көп. Мына Асқарбек Құсайынов мырза, академик, сол кісі қанша рет білім сапасын көтеру үшін не істеу керек екендігін осы талдап, тармақтап тұрып берді ғой. Формуласына дейін берді. Істелініп атқан мемлекеттен жұмыс өте көп. Білім саласына аяп атқан жоқ қаржыны. Армансыз төгіп жатыр. Мына қазір келешек мектебіне кірсеңіз, бір бөлме бос тұрған жоқ. Неше түрлі техникалық құралдар. Балаға не керек? Демалуына, денсаулығын сақтауына, спорттың түр-түрімен айналысуына барлық жағдай жасалған. Бірақ негізгі дүние ол оқулықтары. Негізгі білім, ілім оқулықта. Біз турана өскелең елдер сияқты мазмұнды көбейте берудің керек жоқ. Бастауыш сыныптан бастап бізге, мен айтайын ба, 50%, мен артық деп айтпаймын, 50% мазмұнды кеміту керек. Қай пәннен болса да. Сөйтіп керектісін қалдыру керек. Баланың өміріне керектісін, келешегіне керектісін, еліміздің ең негізгі дүниесін білгізетін дүние ену керек. Сонда баланың да қабылдауына, мұғалімнің де беруіне уақыт та жетеді, күш қуаттары да жетеді. Қазір не? Күнде бір жаңа сабақ өтеді. Мен өзім математикпін, ол мүмкін емес. Математикада бүгін жаңа сабақ өтіп, ертең тағы да ананы игертпей атып, оны практикада қолдануды жете білдірмей атып, келесіге аттап жүгіре беруге. Жоғарғы оқу орнында оқитын материалдар алып мектепке кіріп кеткен. Біз осыдан құтылуымыз керек. Енді білмеймін, армансыз айтып келе жатырмыз. Бұны балалар дұрыс түсінбейді, балалардың білімі төмендеп кеттік дейік. Әрине төмендеп кетеді. Күш қуаттары жетпейді. Құлқы жетпейді, ынтасы, ықыласы. Мектептің программасынан басқа олар тағы да өздерін дамыту, неше түрлі үйірмелерге қатысу керек, жан-жақты дамыту керек. Қазір бұрынғы бала емес, жан-жақты дамуы керек. Біз мынау өскелең елге жетеміз десек, біз жаңалықтың бәрінің жаршысы болып, соны өзімізге тәнін енгізіп отыруымыз керек. Оған қайда? Олар компьютер емес қой. Күштері жетпейді. Балалар ілбіреп, ұйқысы келіп, шаршап, шалдығып отырады. Оның барлығы осы біздің оқулығымыздың енді оқулық бағдарламаға байланысты шығады ғой. Сондықтан қатты ойланатын нәрсе, артық дүниелерді біз азайтуымыз керек. Саннан сапаға көшу керек. Сапаға көшу керек. Тәрбие компонентін күшейту керек. Жаңағы өміріне қажетті құндылықтарды, қажетті қабілеттерді дамытуға бағыттау керек. Әйтпесе, шын мәнінде дұрыс айтып отырсыз, академиялық ақпарат қазіргі оқулықтарда өте көп. Жүйесіздік көп, шатасулар көп. Енді соны жаңадан стандарт бағдарлама қабылдап, соны түзетуге әрине. Тура мына ауадай күтіп отыр халық. Ауадай күтіп отыр. Бірақ әлі кешеуілдеп жатыр. Бұл қашан өзгеру керек? Талай жыл өтіп кетті мінекей. Айтудан ата-ана да аз айтқан жоқ. Білгір, қазір демалыста отырған не бір керемет ұстаздарымыз бар. Өздерінің ойын ортаға салып, әлі де қабырғасы қайысып, осы білім саласы дегенде кішкене астарын жерге қоятын. Кішкене қабылдау керек қой. Бекерден бекер айтылмайды ғой. Білім мазмұнының тым ауырлығының өзі балаларға, мұны психикасына да әсер етеді ғой.
ол оны игере алмағаннан кейін ол шаршайды, жаңағы әртүрлі бір депрессиялық жағдайларға түседі, оған әке шешесі де ұрсады, мұғалім де ұрсады деген сияқты. Соның барлығы айналып келгенде балалардың мінез құлқына, қарым қатынасына бәрі кері әсер етеді. Денсаулықты құртып жатыр ғой. Денсаулыққа әсер етеді. Баланың шамасы келмегеннен кейін оның сөзсіз оның мына түрлі нәрсеге түсіп кетуге итермелейтін дүниенің біреуі. Айтпаңыз, иә. Жақсы, Аягүл Төреевна, құрметті Аягүл Төреевна, бүгін өзіңізбен осындай салиқалы сұхбат құрудың сәті түскеніне аса қуаныштымыз. Мәдениет және ақпарат министрлігі, Қазақстан Республикасының оқу ағарту министрлігіне қатысты көптеген нәрселерді айттық. Енді мынау медиа құралдардың балаларымыздың, жалпы ата-аналардың болсын, сана сезіміне, мінез құлқына, психикасына қатты әсер етіп жатқанын сөздің басында айттыңыз. Мектепте, отбасында берілетін тәрбие бөлек, медиа ақпарат құралдарындағы контент тіптен қазір өте қауіпті контенттер көп, сондықтан министрлік құзырлы органдар осы қазақи контентті, ұлттық құндылықтарға негізделген контентті, өзіміздің бір дұрыс бағыт бағдар беретін контенттерді көбейту бойынша іс-шараларды атқарып жатыр деп ойлаймын. Бұл ары қарай жалғасын табу керек. Мынау неге де ақпараттық жүйеге қатты көңіл бөлу керек. Ақпараттық жүйе. Қазір мен мына жаңа конституцияны цензураға байланысты айтылғанды екі қолымды көтеріп қолдаймын. Себебі мына сөз бостандығы деп қазір ерінбегеннің бәрі сыншы болды, ақылшы болды. Содан кейін енді бар ғой, жаңа айтып жатырмыз ғой, балалар нашар сөзді көп айтатын болды деп. Қазір тіпті оқып отырып ұяласың ғой. Ана кәдімгідей осы зиялы деген қауымның өзінің пайдаланып жатқан лексикасын, сөзін таңғаласың. Бұл не соншалықты жеке басты мынау адамның тағдырымен ойнайтын болды ел. Тағдырымен ойнайтын болды. Біз жақсы нәрсені көп айтсақ, жақсы нәрсеге қолымыз жетеді. Біз кемшілікті жия бергеннен, кемшілікті тере бергеннен, оны көбейткеннен, жасанды, дәл айтсам мейлі ғой, жасанды көбейткеннен еш уақытта көгермейміз. Сондықтан тағдырмен ойнамау керек. Адамның тағдырыменен өте дұрыс айтасыз. Фильмдерді де мұғалімге арналған, мектепке арналған фильмдерді түсіргенде мұғалімдерді бір еселаңдау қылып көрсетіп, мұғалімді, директорды де бір жаңағы елп-елп еткен, желп-желп еткен етіп көрсету деген бұл өте дұрыс емес нәрсе. Ата әжелерді мазақтап, жаңа қартайған кісілерге сондай. Жеңілтек дүниеден құтылуымыз керек. Жеңілтек дүние, тәрбиесі бар дүниені ғана ұсынуымыз керек. Оны қанша айтсақ та, оны солай көрсететін, көретін нәрселерінде жойылмаса, бұны біз сөзбен айтып жоямаймыз. Жақсы. Рахмет, Аягүл Төреевна, көп рахмет сізге. Құрметті көрермен, бүгін біз татулық әлеуметтік жобасы аясындағы кезекті подкасты өткіздік. Подкасттың қонағы Қазақстанның тұңғыш еңбек ері, отан және алтын жұлдыз ордендерінің иегері, Алматы қаласы, Жамбыл облысының құрметті азаматы, ардақты ұстаз, қоғам қайраткері Аягүл Төреқызы Миразова болды. Менің аты-жөнім Әділхан Төлегенұлы. Аягүл Төреевна, өзіңізбен осындай сұхбат құрғаныма аса қуаныштымын. Аман сау болыңыз. Сіздің айтқан әрбір сөзіңіз осы құзырлы органдардың назарына алынады деп ойлаймын. Алдағы уақытта осы заңымыз, жаңа заңмен тәртіп деп жатырмыз ғой. Конституцияның бірінші бабына өзгеріс енгізілді, Аягүл Төреевна. Бұрын адамның өмірі, құқығы, бостандығы қазына деп жазылған болатын. Енді құндылық деп өзгертілді. Тамаша. Шынында да адамға құрмет көрсету, адамның өмірі, оның қауіпсіздігі, құқығы, бостандығы ең басты құндылық болатын болса, ар жағы түзеле жатар деп ойлаймыз. Мынау 30-шы бапқа да өзгеріс енгізілді. Жаңа өзіңіз айтқан ата-ананың отбасындағы және бала тәрбиесі үшін жауапкершілігі деген жазылды.
анық жазылды. Енді жаңағы сіз айтқандай заңнамалық актілер арқылы керек. ол ары қарай сол Нақты осыған болу сүйене отырып заңнамалық актілер шығарылып жатса бәрі дұрыс болады деп ойлаймын. Көп рахмет, аман сау болайық. Осымен хабарымыз аяқталды. Рахмет.